Сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Кез келген тортқа қолданатын крем дайындаймыз. Мұндағы ең бастысы сливки сапалы болуы қажет. Ыдысқа творожный сыр, сливки, сахарная пудраны салып, үшеуін миксермен араластырамыз. Баста шашырауы мүмкін, сондықтан бетін жаптым. Миксердің төменгі жылдамдығымен бастап, ортасына таман жылдамдығын көтереміз. Араластыру уақыты 10 мен 15 минут аралығында болады. Сливкидің сапасы жақсы болса, тортыңыз жұмсақ, нәзік болып шығады. Випак деген сливкиді қолданбағаныңыз жөн. Мен өте жиі қолданатын сливки Чудское озеро. Кремді араластырып болдым, дәл осылай қою ағып кетпейтіндей болуы керек. Енді бұл кремді кез келген тортқа қолдана берсеңіз болады.